Кварта-квинталық шеңбер мажор және минор тәнәдіктерінің жүйелі құрылымының жалпы жүйесін кварта және квинталық шеңбер деп атаймыз. Бұл жүйе графикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, жоғарылаушы квинта бойымен орналасқан диездік тәнәдіктер, ал төмендеуші квинта бойымен орналасқан бемольдік тәнәдіктерді көре аламыз. Мажор мен минордың аттас және қиылыспайтын параллельдік тәнәдіктері. Жеті басқышты екі лад, яғни мажор мен минордың өз алдарына жеке дамыған әрқайсының жеке кілттік белгілері бар. Десе де бұл екеуінің арасында ұқсастық та жоқ емес. Мәселен, басқыштар санының бірдейлігі, олардың функциялардық мәнінің ұқсастығы, екі ладтың да кей кездері бірдей дыбыстарды беруі. Негізінен әртүрлі дыбысталып, бір тоникадан құрылған мажор мен минор тәнәдігін аттас тәнәдіктер деп атаймыз. Аттас тәнәдіктердің бір-бірінен айырмашылығы олар үш кілттік белгі болып табылады. Алайда мажор мен минор өзара жақын болып келеді. Егер олардың тоникалары кіші терция аралығында орналасып, яғни мажордың тоникасы минордан кіші терция жоғары болып, немесе минордың тоникасы мажордан кіші терция төмен болып келсе, бұл жағдайда тәнәдіктердің дыбыстық құрамы бірдей болады. Олардың бар айырмашылығы басқыштарындағы ладтық мәндерінде ғана. Сөйтіп дыбыстық құрамы мен кілттік таңбалары бірдей, ал басқыштарының ладтық мәндері әртүрлі болып келетін қиылыспайтын тәнәдіктерді параллельді тәнәдіктер деп атаймыз.